Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен бірге тез дайындалатын екі түрлі жеңіл салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны өткізбей, соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Ең алдымен радуга салатын дайындаймыз. Бізге қияр керек. Қиярды 4 бұрышты етіп тураймыз. Болған соң ыдысымызға саламыз. Бір жағына саламыз. Одан кейін қызанақ. Қызанақты да қиярды турағандай 4 бұрышты етіп тураймыз. Ыдысымызға саламыз. Енді қалбырдағы жүгері қажет. Жүгеріні ашып, суын төгіп, ыдысымызға салатын боламыз. Одан кейін бізге кириешке қажет. Бір жақ шетіне қалған орынға саламыз. Осындай 4 бұрышты түрін аламыз. Бәрін салдық. Енді майонез саламыз ортасына. Міне салатымыз дайын болды. Аяқ астынан қонақ келетін болса, я болмаса тамақпен бірге бір салат жегіңіз келсе, осы салатты жасауға кеңес беремін. Өте тез және жеңіл салаттың бірі. Енді екінші салаттың түрі краб қосылған. Құрамында крабовые палочки және ірімшік және суға қайнатып піскен жұмыртқа қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды тураймыз 4 бұрышты етіп. Бәрін турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Одан кейін крабымызды тураймыз 4 бұрышты етіп. Ыдысымызға саламыз. Енді ірімшікті теркадан өткіземіз. Осылай өтті теркадан. Енді ыдысымызға саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз және майонез салып жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын. Енді ыдысымызға саламыз. Тез дайындалатын салаттардың бірі. Өте дәмді болады. Сіздермен болған жансая. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий бөліне пікір қалдыруды ұмытпаңыз.